Алла жіберетін бәленің ең жаманы. Мұса пайғамбардың қауымы надандықпен күнәлі істерді көп жасап, Алланың алдында айыпты болады. Алла тағала оларға наразы болып, Мұсаға: «Әй Мұса, қауымыңа ескерт, 3 түрлі бәле жіберем. Біреуін таңдасын. Біріншісі зұлмат, ашаршылық. Екіншісі емі жоқ індет. Үшіншісі елдің ынтымағын жойып, бір-бірімен алауыздылам. Біреуін таңдап, 3 күннен соң жауабын бересіңдер» деді. Мұса еліне келіп, Алланың қаһарлы хабарын жеткізді. Ел жұрт мұнаны естігенде төбелерінен жай түскендей болды. Ақсақалдар жиналып кеңес құрды. Есеңгіреп қалған ақсақалдар алғашында алауыздықты таңдады. Құдай ашаршылық пен емі жоқ аурудан сақтасын деп шуласты. Сол кезде бір абыз қария: «Алла ашаршылық жіберсе, бәріміз қырылып қалмаспыз. Талқаны таусылғандар тағдырын Аллаға тапсырсын. Тірі қалғанның тұқымы тірілер, орнында бар оңалар. Індет жіберсе де, Алла барлығымызды түгел қырмайтын сыңайлы. Бәрібір қарттардың бәрі өледі, жастардың ажалдысы ғана өледі. Алауыз болсақ, бәледен көз ашпаймыз. Отбасы ала болса, кереге бас сайын бір бәле деген. Ел іші ала болса, жау шаппай-ақ, дауыл тұрмай-ақ, бәріміз құримыз. Жиған малың ұстағанның қолында, істегеннің аузында кетеді. Ұлымыз құл болар, қызымыз күң болар. Санымыз аз болсақ та саз болып, жұмылған жұдырықтай бір ауыздан Алла қалаған 2 апаттың бірін қарсы алып төзейік. Бетеге кетсе бел қалар, бектер кетсе ел қалар, берекең кетсе нең қалар» деп тоқтау салды. Сонда ғана ақсақалдар ес жинап, осы байламға тоқтады. Мұса қауымының таңдауын ұлық Аллаға жеткізген кезде, ұлық Алла: «Мұса, қауымың дұрыс таңдау жасады. Елдің бірлігі мен ынтымағын таңдағаны үшін мен оларды бұл жолы кешірем. Енді ешқандай апат бармайды» деді. Осыдан бастап халық арасында елдің ынтымағын ойламаған адам Алланы бір деп танымайды деген тәмсіл сөз тарапты.